Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Ағаш егсе не болатыны туралы әңгімелейтін боламыз. Ертеде бір қарақшы тәубе еткісі келеді. Ол шайқы бұрқы әулиеге келіп: мен 40 жыл қан төктім, енді тәубеме келдім. Қайтсем Құдай күнәмді кешеді, деп сұрайды. Әулие: жол шетіне ағаш ек, өткен-кеткен жолаушы саясына демалсын, жемісін жеп шөлін қандырсын дейді. Қарақшы жол жиегіне көп ағаш егіп баптайды. Арада бірнеше жыл өткенде ағашы жайқалып бақшаға айналыпты. Жолаушы демалып, керуенат шалдыратын шырайлы жерге айналды. Бір күні шайқы-бұрқы жолаушылап келе жатып, сол бақшаны көреді. Бұл кімнің бағы деп сұрайды. Бақтың иесі жоқ. Жергілікті жұрт қарақшының бағы деп атайды. Қарақшының өзі көп жыл бұрын дүниеден озыпты дейді. Әулие бақтың жемісін жеп, сол жерде түнейді. Түсінде баяғы қарақшыны көреді. Ол жұмақтың бақшасында отыр екен. Төбесінен нұр тамшылап тұрады. Шайқы: уа тәңірім, бұл не хикмет деп сұрайды. Жеміс бағының саясына сан адам демалады. Жемісін жейді. Соның сауабы қарақшының ақиретте өшпес азығына айналды, дейді. Шайқы-бұрқы ұйқыдан көңілді ояныпты. Содан бастап ел арасында ағаш ексең күнәң жеңілдейді деген сөз қалыпты. Ертеде бір жігіт түс көреді. Түсінде әкесі шөл далада көлеңке іздеп жүріпті. Күннің ыстығынан табаны күйіп, жаншыра айқайлайды. Жігіт шошып оянып, бір қарияға түсін жортады. Ол: балам, әкеңнің қабіріне ағаш ек. Әкең қабірде ауырлық тартып жатыр. Ағаш күнәсін жеңілдетеді, деп жориды. Бала ертесіне әкесінің моласына ағаш егеді. Оны күтіп баптап өсіріпті. Бір күні тағы да түс көреді. Түсінде әкесі үлкен бір ағаштың көлеңкесінде жатыр екен. Құрманың көшетін еккелі жатқанда қиямет қайым бола қалса, ағаш егуді тоқтатпа. Бұл Құдай сүйетін ең қайырлы іс. Еккен ағашың қияметте болыспай тұрмайды. Пайғамбар хадисі. Әрі қарай ағаш туралы қызықты мәліметтер. Ағаш өзіне пайдалы затты атмосферадан алады, ал оннан бірін топырақтан алады. Әр ағаш өмірінің соңына дейін тонна көмір қышқыл газын өңдеумен болады. Ағаш бір жылда 1000 шақырым жол жүрген көліктен шыққан газды жұтады. Бір ағаш жылына 100 кубометр, яғни 120 келі оттек шығарады. Мұнша көлемдегі оттегі шағын отбасыға бір жылға жетеді. Орманда жүрген адамның жүрек қағысы минутына 20 соққыға баяулайды. Тыныс алуы жеңілдейді. Жүйке жүйесінің тітіркенуі тоқтап, тыныштала түседі. Адам өмірінің соңына дейін 100 кубометр ағашты пайдаланады. Өсімдіктердің мыңдаған түрлері жер шарының түкпір-түкпірінде өсетін ғаламат ағаштар. Оның ішінде 9 түрлеріне тоқтала кетелік. Дүние жүзіндегі ең биік ағаш австралиялық алып эвкалипт. Ол Австралияда өседі. Биіктігі 100-110 метрге жетеді. Баяғыда бір кедей адам осы ағаштың әбден қурап, опырылып қалған біреуінің түбін ойып, өзіне және отбасына үй жасайды. Түбірдің ішіндегі қуыстың кең болғандығы сондай, тіпті ат қорасын да соның ішінде жасапты дейді. Өзінің биіктігі мен мықтылығынан талай ағашыңнан асып түсетін бір шөп бар. Одан қармақтың сабын, шаңғының таяқтарын жасайды. Бұл өсімдіктің аты бамбук. Дүниедегі ең биік шөп міне осы. Жас бамбук күніне жарты метрдей өседі. Бірақ мұндай қарқын онша көп уақытқа созылмайды. Бар жоғы 40 күн ғана. Әйтпесе ол көкпен таласып, бұлтқа да жеткен болар еді. Бамбук ауа райы ыстық елде өседі, дегенмен қиыр шығыс пен Кавказда да бар. Әсіресе ол Вьетнамда, Қытайда, Индонезияда, Үндістанда, Африкада аса қалың.
Ең аумағы үлкен ағаш бәріміз білетін фикус тұқымдас баньян ағашы. Оны тоғай ағашы деп те атайды, себебі баньянның діңі басқа ағаштар секілді біреу емес бірнешеу. Оның жас шыбығы жан-жаққа бұтақтарын жаяды, ал бұл бұтақтардан жапырақтар ғана емес, тамырлар да өсіп шығып төмен иіледі. Мұндай тамыр жерге жетісімен-ақ жуанданып, ағаштың тағы бір діңіне айнала бастайды. Ең үлкен баньян ағашының 40 мыңнан астам діңі бар екені анықталған. Бұл деген тіпті де тоғай ағашы емес, нағыз орман ағашы емес пе? Мұндай бір ағаштың саясы 2 полк солдатының дамылдап еркін демалуына жарайды. Сол кезде олардың штабы қалыңдығы 10 метрге жететін ең негізгі діңінің түбіне жайғасар еді. Дүниедегі ағаш атаулының ең қаттысы темір ағаш. Бірақ осылай деп әртүрлі ағаштар аталып жүр. Кавказда самшит темір ағаш өседі. Оны жергілікті халықтың өзі де демір ағаш деп атайды. Тропиктік елдерде мұның қара ағаш дегенде түрі бар. Бұлардың барлығы да тастай қатты. Оларға оңайлықпен балта да батпайды, пышақ та өтпейді, және өздері өте ауыр. Су бетінде қалқымайды. Тас секілді дереу су түбіне шөгіп кетеді. Темір ағаштың кейбір түрлерінен тіпті машинаның ұсақ бөлшектерінде жасайды. Бейне нағыз темірдің өзінен жасалғандай. Үндістанда, Индонезияда, тағы да басқа тропиктік елдерде нан ағашы өседі. Әрине, оның бұтақтарында батон да, бөлке де, тоқаш та салбырап тұрмайды. Алайда пішіні домалақ, әрқайсысының салмағы 30 килограммдай ап-ауыр жемістері болады. Жергілікті тұрғындар бұл жемістің жұмсақ етін күлге көміп, күлше пісіреді. Оның дәмі нағыз нанға ұқсайды. Америкадағы ең биік ағаш секвойя. Қайсы бір жылдары үндістер бір секвойяның діңін кесіп, үлкен ойық ұзындығы 9 метрлік туннель жасапты. Одан қазіргі жүк машиналары еркін өте алатындай екен. Ал басқа бір кәрі секвойяның түбірі би алаңын жасауға жарапты. Мерекелерде оның үстінде шағын оркестр ойнап, 15 жұп бишінің шыр көбелек айналуына орын жетіпті. Ал сол сәтті алаңның шет-шетінде 20 шақты көрермен биді тамашалап, еркін жайғасып отыра алады екен. Шұжық ағашының ұзындығы жарты метрдей. Әр жемісі сыртқы түрі жағынан кәдімгі шұжыққа ұқсас, бірақ амал қанша, ол жемістер жеуге жарамайды. Сүт ағаш Бразилияда өседі. Кейде оны жергілікті тұрғындар сиыр ағаш деп те атайды. Бұл ағашты сауу үшін қабығын тіліп жіберу қажет. Сол сәтте-ақ тосқан ыдысыңа әппақ сұйық зат аға бастайды. Осынау ағаш шырынының түсі ғана емес, дәмі де сүтке өте ұқсас. Конфет ағаш ол Үндістанда, Жапонияда, Қытайда өседі. Бұл ағаш Қырыммен Кавказға да әкелінген. Конфет ағашының күнге кептірілген жемістері кәдімгі конфеттің өзіндей дәмді де тәтті. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.